Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сайрам ақшамы подкастының келесі санын өздеріңізге ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта Республикалық ақпарат тобының түсіндіру тобының мүшесі теолог маман Оспанов Далелхан ағамыз және теолог маман Амангелді Нұрдәулет бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер студиямызға. Қош болдық. Бүгін біз сіздермен бірге этносаралық татулықтың жемісті тұстары деп нені айтуға болады деген тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Біздің еліміз, Қазақстан көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекет. Сондықтан да біздің еліміздегі этносаралық жағдайдың тұрақты болуы аса маңызды. Қазіргі уақытта біздегі еліміздегі этносаралық ахуалды қалай бағалаймыз? Этносаралық ахуалымыз қандай күйде? Осыған тоқталып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді осы ұлтаралық, этносаралық әрине қазір Қазақстанда тәуелсіздік алған жылдары көптеген ұлттар бізде өмір сүрді. Қазір тәуелсіз алғаннан кейін де сол этностармен, сол ұлттармен де әйтеуір мәмілемен, мейірімділікпен, келісіммен тұрақты түрде өмір сүріп келе жатырмыз. Құдайға шүкір, бір ұлтаралық бір азаматтық соғысқа дейін апаратын онда бізде факт, деректер орын алған жоқ, Құдайға шүкір. Мен енді осы ұлтқа қатысты мәселені былай деп түсіндірейін. Маңыздылығы. Мына әлемге қарайтын болсақ, космос әлеміне қарайтын болсақ, жер бар, ай бар, Марс бар, күн, Меркурий дейміз. Бұның әр нәрсенің өзінің орныменен, яғни осының бәрі күн жүйесіне қатысты объектілер. Қозғалу, жаңағы айналу деңгейі, айдында бәріне бір-біріне әсері бар, айдында жер бетіне әсері бар дегендей. Әр нәрсе өзінің орныменен жылжиды. Біз бұны алған кезде күн жүйесі деп аламыз. Күн жүйесі. Бәрі тәртіппенен, орныменен қозғалыс жасағанда, бұл жүйе, күн жүйесі өзінің өміршеңдігін жалғастырады. Егер бір планетада бір ақау пайда болатын болса, айда бір ақау пайда болатын болса, оны қалғандарына да кері әсерін тигізеді. Енді жер бетіне келетін болсақ, әрине жер бетінің балансын ұстап тұратын ол адамзат. Философияда да негізі жер бетінің орталық негізі болмысы ол адамзат. Бүкіл балансты ұстап тұратын адамзат. Егер адамзат дәл қазір күнде жер бетінен жоқ кететін болса, хаос пайда болады. Сондықтан жер шарының осыншалықты өміршең ұсталуына себепкер болатын нәрсе ол тағы да адамзат. Бүкіл жауапкершілік біздің мойнымызда, яғни жер бетінде. Ол жердің астында байлық бола ма, үстінде байлық бола ма, жануарлар бола ма, барлығы жауапкершілік негізі адамзатқа жүктелген. Әрқайсысының өзінің функциясы бар. Функциясы бар. Енді сол үшін бүкіл жер бетінде кім болсын адамзат дейміз. Жер бетінде, мысалы космоста ұшып келе жатқан бір адам жерді көрсе қуанады, неге? Қай жерге түссем де маған бәрібір жетіп алсам болды дейді. Ол жерде ешкім ұлтты ойламайды, ешкім пәленше дінді ойламайды. Жерді көрген кезде адамзат қуанады. Енді жердің ішіне келген кезде әрине көптеген елдер бар, көптеген ұлттар бар. Ол ұлттарда әрине бір ел, мемлекет ретінде қалыптасқан. Мысалы, әрине оның ішінде де әртүрлі рулық, тайпалық бар. Мысалы, бір нәрсені айта кетейік, рулық, тайпалық басқару жүйесі бұл надандыққа апарады. Надандыққа апарады. Өйткені тарихта көптеген көріністерін байқауға, әлі күнге дейін осы көріністің несін біз байқауымызға да болып жатырды. Сондықтан егер мемлекет ретінде біріккен жағдайда қоғам бір мәдениетке, дамуға өзін итермелейді, апарады. Егер тайпалыққа деңгейіне түсетін болса, ыдырауға апарады. Сондықтан қазір біздің Американы айтып жатырмыз. Америка тек қана бір Америка дейтін ұлт жоқ. Бүкіл ұлттардан құралып, бір Америка бірлесіп, бірігіп, бір мемлекет құрып, өміршеңдігін жүргізіп жатыр. Дәл сол секілді Ресей, Қазақстан, басқа елдерді айтатын болсақ, мысалы Қазақстан өзіне қаншама жаңағыдай рулар да бар, жоқ емес, басқа ұлттар да бар. Міне сол мемлекет ретінде, қоғам ретінде бірлікте келе жатырмыз. Енді осы жерде қарапайым жалпы адамзаттың табиғатында
біздің табиғатымызда ыдыратушы емес, біріктіруші рөліміз аса жоғары, біріктіруші. Біз қазір ғылым дамып жатыр. Мысалы, мына телефон. Біз не десек, бір ғана телефон. Смартфон дейміз. Осыны мен қазір мынау бетіндегі әйнегін алсам, камераларын бәрін сөгіп мына жерге қойсам, корпусын бөлек, мына кнопкаларын бөлек, платаларын бөлек, ішіндегі проводтарын бөлек, бәрін қойып мына жерге жаятын болсам, бұл не десем, сіз не деп жауап бересіз? Бұл не? Тек қана бір бөліктері деп айтамыз. Бөлшектер дейсіз, бір мәнді, бір мағыналы, бір пайдалы нәрсені айта аласыз ба ма? Жоқ, ешқандай. Бөлшек дейсің. Бөлшектер ненің бөлшегі екенін? Енді осыны бөлшектерді мен бәрін орнымен қолдансам, бәрін орнымен пайдаланып біріктірсем, не болады? Бұл смартфон, телефон болады. Телефон болады, біреу болады. Демек, біздің қараңыз, осында біріктіруші күш қуат, жердегі қандай өнім бар бізге, сол өнімді адамзаттың пайдасына жұмсау үшін де біріктіруші рөлі бар. Нам бәрі бірігу арқылы мынандай дүниені шығардық. Ыдыратудан біз ештеңке өнім ала алмаймыз. Сондықтан елдің дамуы, елдің өркендеуі ұлттың бірігуіменен ғана дамиды. Ұлт бірікпей ма, біз даму көрсеткішін көрсете алмаймыз. Сондықтан әлемге қарап, негізі мынандай бір қағида да бар, көрінетін әлемге қарап, көрінбейтін әлемді болжал дейді. Сондықтан біздің көрінетін әлемге қарап, өзіміздің адамзаттың жалпы бойындағы сыр құпиясында болжаммен айтуымызға болады. Енді ұлтқа, этнос, біз енді Қазақстанға келетін болсақ, Құдайға шүкір, Қазақстанда көптеген ұлттар бар, ұлыстар бар, тату тәттіміз. Осы уақытқа дейін бір араздық, дүрбелең, бөлік болған емес, Құдайға шүкір. Ол бойынша мемлекет тарапынан арнайы ассамблеялар құрылды. Жаңа соған қатысты мекемелер құрылды. Қоғамдық келісім мекемелер бар. Ол бойынша әрбір этнос өкілдерінің бірлестіктері бар. Сол бірлесіп жұмыс істеп жатыр, іс-шаралар өткізіп жатыр бізде. Оны енді кім америкалық кімді айтқан еді, қазір мен есіме шығып тұр, Кнор дейтін кісі, яғни Қазақстанның осы этнос аралық келісімнің, тұрақтылықтың үлгісін басқа елдер көрсін деген. Яғни үлгі ретінде, модель ретінде алсын деп тұр. Сондықтан біздің Қазақстан жалпы осы этнос аралық келісім, тұрақтылықтың мәселесінде басқа елдер шынымен де үлгі көрсете алатындай деңгейдеміз. Өте керемет, жаңа мысалмен де сіз өте әдемі түсіндірдіңіз, былайша айтқанда ұғымды қарапайым халыққа түсінікті болу үшін де. Осы теолог маман ретінде айтыңыздаршы, жалпы ұлт мәселесі, ұлтқа қатысты біздің ислам дінінде не айтылған? Жалпы ұлт болып қалыптасу, ол Құранда келтірілген бір заңдылық па? Құранда Худжрат сүресінің 13-ші аятында бұл мәселе жайында айтады. Құдай Тағала, мен ер мен әйелді жараттым, бір-бірлерінде тану үшін ұлттарға, ұлыстарға бөлдім дейді. Демек, енді осы жерде дін бойынша айтатын болсақ, әрине Құдай Тағала бұл жерде бір ұлттарды бөліп тұрған жоқ. Бір-бірлеріне тану. Біз қалай танимыз? Әрине сол мәдениетіменен, тіліменен, салт дәстүріменен, ұстаныммен танимыз. Бұл тану арқылы біз тағы да біріктірудің жолы бізге Құран кәрім үйретіп жатыр. Тану арқылы, сен таныңдар, біз енді мысалы Құран кәрімде мынандай бір аят бар ма десе, ұлтқа қатысты жаңағыдай кемсіту. Бізде Құранда ұлтқа байланысты төмен түсіру, кемсіту, ондай бір дерек жоқ. Барлық ұлт тең. Біз енді дінімізде тақуалықпен өлшенеді. Тақуалық. Адам мен адамның артылығы тақуалық. Бай кедейсін деп бөлмейді. Яғни бізде дінімізде ұлтқа да бөлмейді, бай кедейсін деп бөлмейді. Ол да тақуалық. Бір ғана бөлетін тұсы бар,
Құран кәрімде, оны мен көп жерде айтамын, ол білім ғана, ғылым ғана. Яғни адамдарды, ол қай ұлт болсын, кім болсын, біліммен ғана бөледі. Зумар сүресінің 9-шы аятында ашық айтқан, мен құл хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун, білетін адамдар мен білмейтін адамдар тең емес дейді. Мұхтар Әуезов атамызда халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Бұл жерде тақуалық жүрмейді. Сол білімді іске асырдың ба, еліңе пайда тигізесің. Білімді іске асырмадың ба, тек қана кітапты арқалаған жай ғана адам боласың деген сөз. Сондықтан осы жерде Құран кәрімде ұлтқа байланысты кейбір, мысалы мынандай бізде мынандай бір ұғымда бар, мынандай түсінікте бар. Қазір енді әрине соғыс болып отыр ғой әлемде. Палестина мен Израиль арасында соғыс болып жатыр. Сондықтан мына бір мәселеге мән беруіміз керек. Еврей дейтін бір ұлт ол. Енді Құран кәрімде лағнеттелген деген сөз айтылады. Ол лағнеттелген, кімдер лағнеттелген? Біз көпшілігі де қатеде түсінуіміз мүмкін, еврей, яғни яхуди, бүкілдей. Жаңа біз енді еврей деген кезде бір ұлтты айтып жатырмыз да. Ол жердегі Құран кәрімде жасалған қылмыстарды айтып жатыр. Пайғамбарларды ашық өлтірген, қинап өлтіргендерді лағнеттейміз дейді. Бұл тек қана пайғамбарларға қатысты емес, бүкіл адамзатқа айтылған аят. Сен кім қасақана адамға зәбір көрсететін болсаң, жәбір көрсететін болсаң, оны жаңа өлімге дейін апаратын болсаң, сен лағнеттелесің. Ол ұлтқа қатысты емес. Яғни осы әрекетіменен еврей ұлты лағнеттелген деген тұжырым шықпайды. Бізде Құран кәрімде еш уақытта ұлтты кемсітпейді, бөлмейді. Сондықтан осындай мәселелерге де аса қатты мән беруіміз керек. Өйткені кейбір уағыздарда айтылды ма, жаңағыдай Махаммад Дилмұрат деген уағызшы тарапынан осы мәселе айтылды. Христиандарды жек көруіміз керек, еврейлерді одан сайын қатты жек көруіміз керек деп. Сондықтан бұл қате ұғым. Осы мәселелерге аса қатты мән беруіміз керек. Жалпы дін саласында бәрі тең. Бұл енді біздің заңнамамызда жаңа бәрі тең деп қарастырылады. Енді біздің дінімізде тақуамен өлшенеді. Заңда ешкімді жаңа ұлтына қарай бөлу бізде ұлтаралық араздыққа апаратындай сонда бір әрекетте жасайтын болса, әрине оның түбі жауапкершілікке апарады. Керемет. Енді осыны Нұрдәулет мырза, сіз айтып өтіңізші, қазіргі жастар арасында осы ұлтаралық татулықты сақтауда дін қаншалықты рөл атқарады? Мысалы, белгілі бір айтып өтті ағамыз, әр ұлттың бір ұлттан бір артықшылығы болмаса өзгешелігі жоқ, оның жаңағы білім мен тақуалығына байланысты. Осы ұстанымды қазіргі жастар қаншалықты деңгейде ұстанады? Жақсы, жаңа ағамыз жақсы айтты. Худжра сүресінің 13-ші аятында сендер тек тануларың үшін ұлттарға бөлді деген секілді. Енді жалпы діни білімнің қоғам арасында маңызы өте зор. Енді адам дінді қаншалықты көп білген сайын, оның өмірге деген көзқарасы өлшемде әрқалай болады. Енді біздің жастарымыз қазір, Құдайға шүкір, мынау дінге негізі жақындығы бар. Сол себепті ұлтараздық дейміз, дінраздық дейміз, бұндай мәселелер бізде қатты белең алмайды. Бізде кешіре салу, сабыр ете білу деген секілді мәселелер кең тараған. Жалпы қазақ халқы болсын, түрік халқы болсын, бұндай бір діни бір мәселелер бойынша, я болмаса ұлттар арасында бір қақтығыстар жоқ. Енді мен ойлаймын, жалпы бұл енді біріншіден жастардың таным көкжиегіне байланысты, екіншіден осы дін саласы бойынша қызмет атқарып жүрген ағаларымыздың, имамдарымыздың, осы діни білім бар кісілердің арқасында деп ойлаймын жалпы. Одан бөлек өткенімізге қарайтын болсақ, біздің мына өткеніміз дінмен жаңағыдай дәлме-дәл келеді, яғни параллельдықтар деп сабақтасқан дейсіз ғой. Мынау қазақилықпен бұл ислам ешқашан былай бір-біріне қарсы шықпайтын ұғым. Енді жастарымыз жалпы исламнан былай кішкене сусындаған, діннен хабары бар, көп бөлігі сондай негізі. Сол себепті бізде мынау діни білім болғандықтан аса қатты бір проблема жоқ негізі. Демек, жастарымыз осы ұстанымды берік ұстанады дейсіз ғой? Иә, берік ұстанады деп айтып ойлаймын. Бұл ұстанымның нәтижесінде біздің діни тұрақтылығымызға, діни алауыздыққа жол бермеуге бір
септігін тигізіп жатыр дейсіз. Иә, септігін тигізіп жатыр. Түсінікті. Енді аға, осы біздің кейбір дін ұстанатын бауырларымыз жалпы исламда, мұсылманда ұлт болмау керек, барлығы бір мұсылман, сол секілді бір белгілі бір мекен, бір мемлекет болмау керек, барлығы бір ислам деген мемлекеттің астында, тудың астында бірігу керек деген ұғымдарды айтып жататын бір тенденциялар бар, осыған қатысты не айтасыз? Бұндай адамдар қандай пікірдегі адамдар, қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс дегендей? Ол негізді қайдан алып отыр олар? Дұрыс, егер ол ұлт дейтін нәрсе бізде дінде ешқандай маңызы жоқ дейтін болса, онда Хужурат сүресінің 13-ші аятына қарсы келген болады. Бұл Құдай Тағаланың ісі. Құдай Тағаланың ісіне араласу ол адамзатқа жарасатын дүние емес, егер ол діндар болатын болса. Енді мына бір мәселен осы дін тұрғысынан мынаны айтсам болады. Жалпы Құдайдың таңдаған нәрсесіне қарсы сөз айту бұл ойландыратын нәрсе. Жауапкершілік. Мен бұл дүниеге таңдап келдім ба? Жоқ. Таңдап келген жоқпын. Мен қазақ болайын деп таңдап келдім ба? Таңдап келген жоқпын. Тілім қазақ болсын деп таңдадым ба? Таңдаған жоқпын. Бойым 1,75 болсын дедім ба? Таңдаған жоқпын. Көп айта берсек кете. Осындай таңдау, менде таңдау жоқ дүниені мен қалай айталам? Бұл болмау керек деген, бұндай нәрсе жоқ. Енді алдында да осындай бір проблемалар болды. Жаңағыдай ұлтты бірінші қоямыз ба, дінді бірінші қоямыз ба? Бұл сұрақтың өзі де бір қате сұрақ дейсіз ғой? Қате сұрақ негізінде. Кейбір бауырларымыз жоқ, дін жүреді. Ақыретте барған кезде ұлт сұралмайды, дін сұралады. Сол үшін жаңа мұсылман деп айтуымыз керек. Қазақ деп қазақ екінші, немесе кейбірі сондай қазақ деп бірінші айтуымыз керек, мұсылман деп екінші айтуымыз керек. Енді кәдімгідей бұлай, мен қазір ойлаймын, 21-ші ғасыр сауатты адамдардың көпшілігі, яғни интеллектуалды деңгейдегі азаматтарымыз. Ақпарат бар, ғылым, білім бар, тарих қазір бірте-бірте бәрі, тарихтың бәрі ашылып жатыр. Шындықтың беттері ашылып жатыр. Енді оянатын заман, енді қазір былайынан айтатын болсақ, Құдай Тағаланың таңдау жасаған не ұлтқа қатысты мәселе ме, бойға қатысты ма, тілге қатысты ма, ол бірінші орында тұрады. Бірінші орында тұрады. Құдай Тағала мен қазақ қып жаратты ма, бірінші орында қазақ. Ал менің таңдауым адамзаттың, ол екінші планда болады. Мен дінді мен таңдаймын. Христиан болам ба, ислам дінін ұстанам ба, еврей дінін ұстанам, буддизм болам ба, ол Құдай Тағала таңдауды маған берді. Сол үшін де мені пайғамбарлар жіберіп жатыр. Ақыл естеріңді қолдаңдар дейді. Дінді таңдау бұл сезіммен емес. Көп жерде айтам, біздің жастарымыз да осы тұрғыдан адасып жатқанда осы сезімге беріледі. Яғни осы ұлт жоқ дегеннің түбірінде де осы сезім жатыр. Ол сезім қазір көп жерде де айтам, бұл бір қазіргі 21-ші ғасырдың құралы, тактикасы, әдісі емес. Адамның бір пікірін қабылдатқызудың, бір затты өткізудің ең тиімді құралы. Сезімге берілген адам бәр нәрсені істейді. Сезімге берілген адам қабылдай салады. Ал біздің Құран кәрім дінде оған рұқсат бермеген. Қағидада да, анықтамада да ондай нәрсе жоқ. Сезіммен қабылданады деп. Ақыл айтылады, сенім айтылады бізде. Ақылды адам. Сондықтан ақылмен таңдаймыз бұны жаңа дінді де. Енді осы мәселеде айтарым, Құдай Тағала мені қазақ қылып жаратса, солай таңдаса, ол Құдай Тағаланың таңдауы бірінші орында тұрады. Мен дінді, ислам діні, әке-шешем мұсылман болды ма, мұсылманшылықпен мен тәрбиеледім ба, ақыл есім кірді, ары қарай мен ізденіп жатырмын ба, осы дінді құп көрдім ба, соны жолды таңдадым ба мен, бұл екінші менің таңдауым болады. Сондықтан осылай түсінген дұрыс деп есептеймін. Жалпы осы қазір жаңа айтып өткеніміздей, діни тұрақтылықты сақтауда, мынау ұлтаралық келісімді сақтауда біздің мынау
дінде алғышарттар көрсетілген, иә, бір-біріне жаңағы зиян келтірме деген сияқты. Сондай-ақ біздің мемлекетіміз мына діни тұрақтылықты сақтау үшін зайырлық қағидаттарын ұстанады. Жалпы мынау зайырлық қағидаттарын кеңінен түсіндіріп берсеңіз, зайырлық қағидаттарының принциптері қандай? Олар зайырлық қағидаты ұлттық және дінаралық келісімді сақтауда қандай рөл атқарады? Енді зайырлықтың анықтамасы бір тұрақты анықтамасы жоқ. Оны заңгерлер де айтып жатыр. Дегенмен де біз зайырлықтың атеистік үлгісінен өтіп кеттік, коммунистік. Енді бізге зайырлықтың мемлекет бөлек, дін бөлек. Бүкіл діндерді тең деп қабылдайтын сондай бір жүйеге өттік. Бұл зайырлықтың қазіргі ең жақсы тарапы ғылымға толығыменен есік ашылған. Енді осы зайырлыққа әрине алдында да айтып өттім, бізде көптеген ұлттар бар. Сол ұлттарға байланысты конфессия өкілдері де бар. Енді біздің дінімізде сол басқа конфессия діндегілерде жаңағыдай бәрін ислам дінінде мәжбүрлеп соған тоғыстыру деген ондай бір қағида жоқ. Енді ля икроха фид-дин Бақара сүресінде бізде дінімізде ешқандай мәжбүрлік жоқ. Жарайды, тарихта да қарайтын болсақ, әркім өз шіркеуіме қызмет жасаған. Енді біз тарихта қарайтын болсақ, кезінде енді ислам әлемі, түркілер біршама елді басқардық, біршама жерлерді басқардық. Бірақ сол басқарылған жерлердің бәрі, мысалы Ресей, сол Алтын Орданың несінде болды ма? Болды. Қарамағында. Бірақ сол қарамағында болғанда сол православтардың бәрі түбегейлі жойылып кетті ма? Жойылған жоқ. Сол орыс ұлты түбегейлі жойылды ма? Ал негізінде күш бар ондай кезде бізде. Ондай жоңғарды, жойып жіберген. Ондай күш бар етін, ондай потенциал бар. Ақсақ Темірдің заманында да бар етін. Мысалы Қытайға қатысты. Индияның Дели үйіне дейін басқарғанбыз. Сондықтан біздің дінімізде ондай нәрсеге рұқсат берілмеген. Егер болатын болса, жаңа геноцид дейтін нәрсе бұрыннан тарихтан орын алатын еді. Сондықтан зайырлық принциптерінде де біз бүкіл діндерге тең қарау, бүкіл ғылымға жол ашып беру. Қазір Құдайға шүкір елімізде дін саласында біздің муфтият Қазақстан мұсылман діни басқармасы да, басқа да конфессиялар да заңның шеңберінде қызметтерін еркін атқарып жатыр. Мешітке барам десең, мешіт тұр міне. Намазға ешқандай бір не жоқ. Ораза ұстаймын десең, ораза заңменен бәрін айшықтап қойған. Қажылыққа барам десең, зекет берем десең, қайырымдылық жасаймын десең, бізде бәрі жол ашық. Ешкім осы сенің ұстанған дініңе бола бұрынған атеистік кезеңдей немесе оқыған намазыңа, ұстаған оразыңа қарай ешкім жаза арқалаған емес. Ондай бір біздің елімізде факт тіркелмеген. Енді осы жаңа дінге қатысты кейбір бауырларымыз түзеу мекемесінің діни экстремизм терроризм бойынша сол айыппен 256 баппен сотталып бауырларымыз бар. Олардан мысалы Хизбут Тахрир біздің елімізде заңменен тыйым салынды. Такфир уәл хижра заңмен тыйым салды. Дәл осы секілді көптеген діни ұйымдар, тыйым салынған ұйымдар бар, 20-дан аса. Сол ұйымны ұстанып, сол жаңа діни экстремизм терроризмді насихаттайтын материалдар таратқан үшін немесе насихаттаған үшін жауапкершілікті алған, сотталған азаматтар кейбіреулері мен дін үшін сотталдым дейді. Қалай сен дін үшін сотталдың? Дін үшін сотталу болатын болса, біздің егер сен ислам дінін ұстанатын болса, 5 шарты бар. Иманның 6-7 шарты бар. 5 шарты сен сұраймыз ғой біз. Бір мұсылман болма, кәлиме таухид, яғни ашхаду ан ла иляха иллаллах деп біреу айтты ма дейсіз? Мұхаммеден абдуһу расулух деген тыйды ма біздің ел? Сол үшін соттады ма деп сұраймыз енді жеке-жеке. Жоқ дейді. Намаз оқығаның үшін ба? Тыйды ма мемлекет? Жоқ. Ораза ұстағаның үшін ба? Жоқ. Зекет бердің ба? Жоқ. Қажылыққа бардың ба? Сонымен соттады ма? Немесе иманның 6 шартын сен білдірдің, сонымен соттады ма? Жоқ дейді. Неге? Хизбут Тахрирдің үндеуін таратқан үшін. Сол үшін осы мәселелерді шатастырмауымыз керек. Яғни өздердің саяси біреудің қолшақпалары болып жүргенін де байқамайды. Оны тек қана діннен көріп жүр. Дін үшін сотталдық деп. Дін үшін сол үшін зайырлық принциптердің бір осындай бір жағдаяттарда дінге қарсы шығу деген бір
көзқарас, бұл да қате көзқарас. Жаңа өзіңізді айтып өттіңіз, біздің дінімізде жаңағы басқа діндерге деген құрмет деген сияқты. Осы жерде бізде бұны қазіргі уақытта бұны толеранттылық ұғымымен айтып жатады. Біз қазақ халқы, жалпы осы Орта Азиядағы жергілікті халықтар, түркі халықтары ислам дінін ұстанады. Десе де ол ислам дінін ұстанды деп, бұның барлығын жаңағындай біреуге тықпалауға, біреудің сеніміне жаңағындай нұқсан келтіруге болмайды. Осы тұста толеранттылық, жаңағындай өзгелерге құрмет көрсету, осы ұғымды біздегі дін ұстанушы кейбір бауырларымыз қаншалықты түсініп жатыр толеранттылық ұғымын. Жаңағындай мен өзімнің дінімді айтып жатырмын, жаңағындай шындықты айтып жатырмын, ақиқатты айтып жатырмын деген сияқты түсінікті кейбір бауырларымыз жаңағындай өздерінің осы жердегі зайырлық қағидатына, толеранттылық қағидатына қарсы шығып келетін жайттар қаншалықты орын алады? Енді мысалы Құран кәрімде әхлі кітап иелеріне дейді. Ол әхлі кітап иелері деген сөз христиандар, иудаизмден ұстанатындар, соларды айтамыз. Сол әхлі кітап иелеріменен бір Аллаға сенім білдіру арқылы келісімге келіңдер дейді. Қазір біз Қазақстан осы үлгіні көрсетіп жатырмыз ба? Көрсетіп жатырмыз. Әлемдік дәстүрлі діндерін сезді болып жатыр. Бұл жерде мақсат не? Барлығы бір ғана Құдайға сенім білдіреді. Осы сенімнің аясында біз келісім жүргізіп жатырмыз. Бүкіл әлем діндері бір ауыз болсын, бір-бірімізге деген жаңағыдай құрметімізді көрсетейік, пәленшенің жаңа істеген құлшылық амалдарына құрметпен қарайық, пәленшенің құнды деп Алланың немесе жаратқан Құдайдың кітабы деп қасиетті кітаптарына да құрмет көрсетейік. Осының үлгісін көрсетіп жатырмыз. Ал Құран кәрім тағы да басқа жерде аяттарда басқа діндердің құдайларына боғауыз сөз айтпа дейді. Боғауыз сөз айтпа. Тіптен жаңағы ең несін. Бұл дегеніміз не? Толеранттың таза үлгісі бізде жатыр. Осыны біз сақтай алатын болсақ, әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көршің еврей болса да, басқа діннің өкілі болса да, ақысын бер дейді. Ал егерде оны жауыз санайтын болсақ, біз қалай мәмілеге келеміз? Хадисті қаяқ қоямыз? Оны егер өзіңіз айтқандай бұл толерант дейтін нәрсе бізде жоқ дейтін нәрсе болса, құрметсіздік. Бұрынғы ата-бабалар, бұрынғы ғалымдар осы христиан дін ұстанатын қызметкерлерге, немесе иудаизм дін ұстанатын қызметкерлерге көзқарастар қандай болғаны? Кітаптар тұр. Бұрын кезде мейлі мына хижра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық кезеңнен кейін Меккеден Мәдинеге хижрат жасаған кезде де Мәдинеде көптеген әлі ислам дінін қабылдамаған тайпалар да бар етін, рулар, еврей ұлттар да бар етін. Бірақ мәмілеге келді. Олардың бәрін пайғамбарымыз келе салып, толығыменен сен міндетті түрде біздің айтқанымыз істеуің керексің, ондай бір зәбір көрсеткен емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккеде зәбір көрген бауырларды Хабашистанға жібереді. Не үшін? Ол жақтың христиан әділ болғаннан кейін құрал. Сондықтан бұның бәрі құрмет, толеранттың бір ұғымы. Соның үлгісін біздің Қазақстан көрсетіп жатыр. Бұндай қазір әлемдік дәстүрлі сездер бұның үлгісін басқа елде әлі көрінісін көрген жоқпыз. Енді қазір әлемге қараңыз, жалпылама. Не болып жатыр көпшілік әлем? Дінге қатысты проблемалар орын алып жатыр ма? Болып жатыр. Соғысып жатқан жағдайлар бар ма? Әліге дейін бар. Міне кеше ғана ислам дінін ұстанатын елдердің ішінде Сирия, Ауғанстан әлі тайпа аралық соғыс. Тайпа аралық деген нәрсенің зиянылы міне осыдан. Сириядағы міне кеше ғана зорға дегенде соғыстың ұшы жаңа оты өшті Сирияда. Енді міне Суданда пайда болды қазір. Африка елінде Суданда азаматтық соғыс біреуін Мысыр қолдап жатыр, бір топта, екінші топта Біріккен Араб Әмірлігі қолдап жатыр. Екеуі де мұсылман. Екеуі де қазір бір-бірімен қырылысып жатыр. Бұл да бір айналып келген кезде ең үлкен өкінішті жағдайлардың біреуі.
Бұл да айналып келген кезде іште сол дінаралық, ұлтаралық қақтығыс бар. Өйткені жаңа генерал Бурхан сол африкалық тайпалардан болатын болса, генерал Хамидани араб текті ұлттарына жақын болғаннан кейін, әрі ұлтаралық бұл жерде, әрі дінаралық қақтығыс орын алып отыр. Сондықтан түбі неге апарады егер мұндай толерант болмаған кезде, міне осындай қақтығысқа апарады. Осы жерде сөзіңіз аузыңызда бір сұрақ келіп тұрды. Бізде мынау ұлтаралық жаңағындай кикілжіңдер, алауыздықтар белгілі бір ұлттың, белгілі бір ұлт өкіліне деген жаңағындай кемсітуі болмаса соның жаңағындай келемеждеуіне туындайды деп жатамыз. Жоқ, бұл жерде дін жағынан да келетін қауіп-қатерлер бар екен. Мысалы айтатын болсақ, біздің қазақ ұлтының өзінің бұрыннан келе жатқан салт-дәстүрін, ұлттық құндылықтарын белгілі бір ағым келіп, бұның барлығы бидғат, бұның бәрі ширк деп, осы жерде де бір ұлттың өзінің қалыптасқан мәдениетін былайша айтқанда теріске шығарып, оны жоққа шығару. Осы жерде бір жаңа өзіңіз айтқандай ұлтаралықта, дінаралықта бір алауыздықты қоздырып жататын мәселе бар. Жалпы бұндай ойдағы адамдардың түпкі мақсаты не? Және ондай ойлар оларға қалай пайда болды? Неліктен олар бізге келіп, өзіміздің дәстүрімізден жаңағындай жиргенуді дәріптеп жатыр? Енді біз бұл енді 15 жыл болды. Негізі 2005 жылдардан бастап болды осындай. Қазір кітапта жазылып жатыр, Құдайға шүкір. Қазір бұл айтылып жатқан жат діни ағымдардың бұл мәдениетті, салт-дәстүрдің бәрін жоққа шығару, діни бір негіздеме жоқ. Нақты бір ғылыми дәлелдеме жоқ бұған. Бұл енді кезінде біз шетелге жіберді. Қарапайым жастарды көпшілігі Мысырда оқып келді, Сауд Арабияда оқып келді, Пакистанда оқыды, Түркияда оқыды дегендей. Бірақ өкініштісі сол жерде оқыған біліммен қоса мәдениетінде дін деп қабылдады. Сол қабылдаған мәдениетін елге келгеннен кейін соған қарай үйренгеніне қарай, сол елде қалай үйренгеніне қарай біздің еліміздегі көптеген салт-дәстүрді жоққа шығарады. Араб елдері дастарханын бас жүре ме? Олар дәстүрлер сондай бас жүреді. Сондықтан ол бас жүргеннен кейін ол да басып жүруге болады екен. Ол Құран кәрімде айтылған жоқ екен деп, онда бір кезінде сонда бір айтылды. Оған қоса жана иіліп сәлем салу келінің. Онда да жана жоққа шығарып жатыр. Тағы да бізде ырымдар бар. Бірнеше онда ширкке немесе бидғатқа теңеп жатыр. Бұл дұрыс емес өз кезден. Біріншіден мен көп жерде айтам, осы қазақтың салт дәстүрлерінің шығу мақсатын жақсылап білуіміз керек. Ол жана қазақтың жастарына да сол дін жолында жүрген, сондай діни ағымдарға жүрген адамдарға да жақсылап жеткізу керек. Қандай мақсатта шықты? Не үшін ата-бабаларымыз осындай бір салт дәстүрді бізге тастап кетті? Мұрақ қалдырды. Қарапайым нәрсе, қазіргі мейлі сол деструктивті дүние ағымда жүрген менде сұрақ қойған, ағымда жүрген бір азаматқа, сен жазды күні маса толып жүрген кезде спиралды алып жақсаң не болады дедім. Ештеңке болмайды деді. Ширк бола ма дедім. Сенің теорияң бойынша маған ширк дедім да, сен егер жағатын болсаң. Неге дейді ол? Ширк емес дейді бұл. Бұл жаңа масаны, бұл ширкке саналмайды, бұл себеп дейді да. Ширкке саналмайды, себеп. Масадан қорғану үшін. Сен не, Алладан үміт етпейсің ба деймін. Алладан осыны не алмайсың ба? Бұлай жатқан кезде мынаған сенбей, сонда сен Аллаға сенбей, мынаған сенесің ба деймін. Ондай емес дейді, ондай. Дұрыс айтасың деймін де оған. Ешкім мына спиралды тұтатқан кезде, түтін шығып атқан кезде, мына үйдегі келген, ешкім бұлай ойламайды, мынау бір жаңағыдай сиынып атыр мынаған. Соған тәу етіп атыр, содан жәрдем сұрап атыр деп. Ақылды адам, сол заманда өмір сүріп атқан адам бәрі түсінеді. Не үшін жағып атыр, не үшін тоққа рейд қойып қойған, бәрі түсінеді. Сен де түсінесің, мен де түсінемін дейді. Енді осыны ата-бабаларымыз кезінде басқа бір үлгімен жасаса, бір айып бар ма дейміз. Кезінде жақты.
оны орыстардың көздерінде көп жерде айтамын, аластауды ширк дейді, бест. Екі түрлі ағашпен, оны орыстар зерттегенді ғылыми. Қайың ағашымен, арша ағашымен жаққан. 8 сағат иіс тұрады үйде. Енді ол кезде технология ғылым дамымаған кез. Оны жаққан кезде не болады? 8 сағаттың ішінде сол бала үйдегілер жатқандар тыныш ұйықтайды. Неге? Құрт құмырсқа келмейді. Шаян келмейді, жылан келмейді. Адам тыныштайды. Сондай мақсатта шығарды. Ал енді біз қазір сен ойлайсың, бәрін табынып жатыр. Біздің ата-бабаларымыз бәрі адасқан осындай мақсатта. Ал сен бірінші шығу мақсатын түсін, одан кейін барып соған қарай әңгіме айт. Бұны түсінбей жатып, жаңағыдай өзіңіз айтқандай салт дәстүрлердің бәрін жоққа шығару. Оның бәрі айтып жатқандай сол Сауд Арабияға ма, немесе Мысыр елінде оқып келді ма, солар мәдениетімен шатастырып, мынақты ондай нәрсе жоқ екен дейді. Бас беру бізде вообще шариғатта жоқ екен дейді. Жесең өзіңде жей бер дегенде қазір болды сондай. Бұл құрметтің несі? Бұл құрмет. Құран кәрімде үлкендерге құрмет көрсетіңдер, жақсылық жасаңдар дейді. Бір сөз. Мен айтам, қазіргі құрмет дейтін істелініп жатқан тірліктердің бәрін басымыздан нөлге түсіретін болсақ, алып тастайтын болсақ, құрмет қалай көрсетеміз? Ал сол жат діни ағым өкіліне қалай көрсетесің ал? Бір Құдай тағала жақсылық жаса дейді үлкендерге. Құрмет көрсет дейді, ал не істейсің? Не, бірдеңе жасау керек қой енді. Не істейсің? Мен айтам, екі қолмен амандасам, ассалаумағалейкум деймін. Бұл құрмет. Себептері дейсіз ғой, барлығы соның себептері дейсіз ғой. Біздің ата-бабаларымыз соның құрметке, сол сауапты алайық деп әрекетін көрсеткен, жасаған. Өлген кісі келіп жатыр ма? Сәлем салады. Жаңағыдай, әйелдер сәлем салады, құрмет. Жолын кеспейді, құрмет. Бірақ бұл Құран кәрімде айтылған ба, айтылмаған? Бас беру. Бас беруінде құрмет үлкен кісілерге. Төрге шығару, құрмет. Бұның бәрі діни негіздемесі бар ма? Бар. Сондықтан осындай бұл айналып келгенде тағы да сауаттылыққа барып тіреледі. Сондықтан осындай мәселе шатастырмауымыз керек. Өте керемет. Енді қорытынды сауал болсын, жалпы біздің мемлекетіміз көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекет деп жатырмыз ғой. Ал ол үшін еліміздің тұрақты дамуы үшін біздің ұлтаралық татулығымыз, дінаралық татулығымыз мығым болуы маңызды. Енді сол татулықты қол жеткізу үшін біз не істеуіміз керек? Жастар не істеу керек? Ұсыныс ретінде енді жастардың сауатты болуы, көзі ашық болуы мәселені шешім деп ойлаймын. Жаңа ағамыз айтты, тайпалық, рулық деген бұл ұзақ қалып бармайды, надандық қалып барады деп. Надан халық ол өсуі де, өнуі де қиындау. Адам сауатты болған сайын, бір-біріне құрметі, бір-біріне сыйласы болған сайын, қоғам дамиды, өзгереді. Енді барынша діни жағынан болсын, дүниеви жағынан болсын, жастардың білім алып, осындай өздерін толықтырған дұрыс деп айтар едім. Сол. Демек, білімді жастар болашақтың болашағымыздың дамуына кепіл. Өзіңіз қандай ұсыныс білдіресіз осы ұлтаралық? Енді ұсыныс дегенде жалпы мынау ұлтқа байланысты, құндылықтарға байланысты Мұстафа Шоқайдың бір жақсы сөзі бар. Ұлттық құндылықтармен сусындамаған, соны алмаған адам, сондай тәрбиеден өтпеген адам халқының, елінің мүддесіне оны жоқтайтындай, жаңағыдай оны жұмыс жасай алмайды дейді. Сондықтан кім болсын, ол болсын бұл жерде. Ақырында Қазақстан дейтін ел бар бізде. Бәріміз сол осы елдің жаңағыдай дамуына, өркендеуіне атсалысып жатырмыз. Бұл ұлттық құндылық бәрі кіреді ішіне. Сіз айтқан толерант, құрмет, мейірімділік, жаңағыдай келісімменен, тұрақтылықпенен өмір сүру. Ол құндылықтың ішіне бәрі кіреді. Осы құндылықты жастарымызға ол орыс ұлтынан бола ма, кәріс ұлтынан бола ма, өзбек ұлтынан бола ма, қазақ ұлтынан бола ма, осы құндылықтарменен біз байытатын болсақ жастарды, Аллаға шүкір деп айтамыз, келешекте сол еліне жұмыс жасайтын, сол елдің пайдасына жұмысқа жасайтын адамзаттар пайда келеді деп ойлаймыз. Керемет. Мынау этносаралық тұрақтылыққа, дінаралық тұрақтылыққа байланысты кереметтей сұхбат айтып, сұхбат білдіріп,
пікір білдіргендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің тақырыбымыз айтып тұрғандай мынау этносаралық татулықтың жемісі деп біз жаңағы ағамыз айтқандай бірлікте болу, барлығымыз бір идеяға бірге отырып, бір мемлекеттің дамуы үшін жұмыс жасауымыз аса маңызды. Осы бірлік идеясын біз алға тұта отырып, еліміздің дамуына қызмет жасайық. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Келесі подкастта жолыққанша сау болыңыздар.